боламыз десек, тәрбие ана сүтінен беріліп, ана тілімізбен қалыптасып, тал бесіктері сіңірілуге шарт. Олай болмаса, қаһарман атамыз Бауыржан Момышұлы айтқан қайырлы сөз өсіп шығады. Ата үйдің алтын қазығы бала. Жоқ балам, қателесесің. Үйдің алтын қазығы ана. Ана ақылды болса, бала дана болады. Ана тәрбиесі қызға үлгі болса, әке тәрбиесі ұлға үлгі. Анаң ақылшың болса, әкең қамқоршың. Ағаң сүйенішің болса, інің қорғанышың. Ал қарындасың, отырған әпкең қанатын екен ұмытпа балам. Әже, үйдің әдемі деген не? Айналайын қызым. Үйдің әдемі болады, сағана болады. Отағасы келгенде әдемі түрінде басаққа қойған. Ата-ананың алдында аяғыңызды созып отырмайтын еді. Үлкенде сөйлеп жатырғанда рұқсатсыз сұрамай алмашы. Отағасы келгенде ал келді деп жазып отырғанда бисмилlah деп бастаған тамақты әміршілік алып келді. Әдеттің ең жақсы белгісі Салы қызым, сені жолың алға қарай өрлесін. Өмір деген түрлі сатылардан тұрады. Сол сатылардан сүрінбей өт. Барған жерінде 4 ұл тап деген. Әр ұлының бұғанасы берік болсын, бірдей болсын, 4 құбылан тең болсын деген. Барлық 4 ұлды бөліп жармай бір шаңырақта тәрбиелер деген. Сол себепті құранды осылай кеткен. Қазақтың қазақ болғаны сыбағасына тиген Наурыздама мерекесі болған. Бұл туралы біздің қазақтың оқымысты ғалымдары Шәкәрімнен бастап Мәшһүр Жүсіп, Абай сынды ғұламалар айтады. Біздің халық Наурыздама тойлауды бұқар хандығынан алған деседі. Әйтсе де, біздің қазақ халқында ертеректе Наурыздама тойы бұқар мен хандығынан да асып түскен екен тойлау дәстүрі дейді Мәшһүр Жүсіп. Жігіттер, бұл тауда сәті тасында отырған мырза болмаса сәті мырзаға барып Наурыздама қылдырайық. Наурыз қылдырамыз дейсіз бе? Иә. Ендеше не тұрсыз? Атқа қоналық. Баяу апа, алыстан қонақтар көрінеді. Қалған секілді. Қайнағаларын сезген екен ғой. Бәсе, айтылында бір жөн бар еді. Ес берекенің бірі өзіңсің ғой, баяу. Алың қалай. Әдейлер, баян ауылдан ат шаптырып, Наурыздама қылуға кетіп қалды. Мен осы мырзаны көре алмай отырмын. Қошалдық аузы дуалы едігендей. Қансонар болған соң бүркіт алып, мырзамыз аңға шығып кеткен еді. Мырзамыз ас суды ала кеткен жоқ. Біреуде біреу келе қалса, мені жоқтатпассың деп тапсырып кетті. Жігіттер, ас суды қамдандар. Келіндерім, дастархан әзірлендер. Самарқанның көк тасы жібіп, Наурызға арналған жеңікте балқып босаған болар. Ағыласына етіңе рахмет, бірінші оларды болсын. Ендеше Наурыздаманы бастаңдар. Иә, Әбілқайыр хандардың бұл өмірден өтті. Енді Нұралыны хан сайлауға келісесіздер ме? Осындай қиын кезеңде қайрат кешуде алып шығатын азамат Нұралы деп білеміз. Дұрыс. Шонжарлардың барлығын ақ патшаға жалынып, жаны шығып жүргеннің өзі сол. Қолындағы мал-мүліктен айырылып қалмаудың амалы болады.
Қыздар, бүгінгі күні жас кәріге қарамай Наурыз мерекесін тойлайды емес пе? Ендеше не тұрыз? Мерекеге дайындалайық. Жігіттер, анау қырдан асып келе жатқан көрші қыздар ма деймін? Үйқашарлары болса, сілт еткізерлерін болмай, ятқа қал жүрмендер. Дұрыс айтасың болсын ол. Жоқ ағасы, сілт еткізерлеріміз дайын. Сізді көріп сермейді, жырықлашын, кеудемде қобданып тұрдылашын. Наурызда қалсырасу айып емес, амансың ба, аты кім құр боласың? Жыр дегенің әнің бе серт еткізген, жөн сұрайтын бар ме еді еркек бізден? Жас кезімде атамат сұрамай-ақ сыйлық беріп әжемді селт еткізген. Не десе де теңсіздер еріктерің, сый жинауға алаңға келіп педің, өтетінде ерінбей ерте тұрып, өзің маған үйқашар беріп педің. Мен келгенде ақшайна, ақшай орамал қозбайлап. Ақылына көркі-сай, инабатты аруға Наурыз мерекесінде не салсам екен, жігіттер? Наурыз мейрамында сұлуға сезіміңізді білдіріп, алқа сыйлағаның жөн болар ағасы. Дұрыс болар. Ата-баба дәстүрімен Наурыз мерекесінде сізге селт еткізер, өзімнің қолымнан жасаған алқамды сыйлағалы отырмын. Сыйлығыңыз керемет екен, өте ұнады. Қараңыздар қыздар, қандай әдемі. Ендеше күш қуат берер үйқашарымды қабыл алыңыз.